неге наши вот тетушный деген не ғой қазақ комьюнитиға жазған. Звондап прямо сөйлесесіз. Короче, мен жаңа нәрсені байқап қалдым да. Нені IC-да ашып, индикаторларды қосып көріп жатырмын. Қандай керек қажетті бір индикаторлар бар деген сияқты сондай ой болды менде. Сонымен осыны қарадым. Сессия ғой именно. Сессияға қарасаңыздар, міне мынау Токионыкі, мынау Лондондікі, мынау Нью-Йорктікі. Қарап тұрсаңыздар, именно Токио мен тек Токио сосын... Қайдан жүресің ба? Жоқ, сөйлескен жоқпын. Токио сосын тек Нью-Йорк қана жақсы қозғалыс береді екен да. Ал Лондонда рейндж болып қалып кетеді екен. Көріп тұрсыздар ғой, иә? Мына жерде мынау Лондон, мынау Нью-Йорк. Мысалы, бүгін Нью-Йорк так, Лондон минимумға дейін жеткізді, Нью-Йорк максимумға дейін жеткізді. Көрдіңіздер ғой, иә? И процентіне қарасаңыздар, 1,5%, міне Нью-Йорк, Лондон 0,70, Токио 1%-тей қозғалыс жасаған екен. Тут то же самое, 1%, ну, Лондон тоже жақсы жүрген. Бірақ в основном міне Токио, Нью-Йорк, міне Лондон рейндж, Токио, Нью-Йорк, Лондон рейндж. Жалпы сол нәрсені байқап қалдым. Мен сіздермен де бөлісіп жатқан, міне ұзағырақ көрсек, 15 минут бойынша Нью-Йорк максимум баға жүрген, Токио жоғары қарай көтерген. Лондон тоже жақсы жүріс жасаған, бірақ Лондонда көбінесе қысқа ғана жүрістер, иә, бұндай моменттерде кішкене андай көбісіңіз айтасыздар ғой, андай топқа кеттім, анау мынау деген сияқты. Так, міне осы менің көргенім. Так, сосын тағы так, сосын тағы қандай жақсы индикаторларды, так, бұл таймер. Так, енді давайте бүгінге анализ жасайық. Мен негізі группаға кіріп қарасаңыздар, менде WhatsAppқа кіріп көріңізші. Экран полностью көрініп тұр сіздерге, иә? Аға, көрініп тұр. Аха, мен қазір сіздерге көрсетейінші. Кеше мен сіздерге мынандай нәрсе жібергем, если байқасаңыздар, байқамай қалған адамдар да бар болуы мүмкін. Так. Мен қай уақытта жібердім, бір уақытта жібердім ғой. Так, осылай болуы мүмкін, 408-ге дейін құлап, сол жақтан өсуі мүмкін деп, потому что поддержка тұрған еді сол жақта. Көргендеріңіз болса. Так. Мәса, не деген смс-тернің бәрі. Бүгін жазылған ба бәрі? Иә, біздің уақытпен, сіздердің уақыттарыңызбен бүгін жазылған, менің уақытыммен кеше түнде жазылған. Мен бір уақытта міне сондай жақтардан алдым. Мына жерден андай жерден. Көрдіңіздер ме? Мынаны көріп тұрсыздар ма? Мынау кешегі жіберген анализм, мынау дневканың несі, тренд линиясы. Енді бүгінгі ненің маркеттің жүрген қозғалысын қараңыздар. Так, 15 минутпен көрсетейін. 15 минут емес, бір 4 сағатпен көреміз. Так. Көрініп тұр ма міне? Мына екеуі бір, мына жерді көрсеткен ғой, именно. Так, мына жерді. Міне мынау, кеше мен сіздерге примерно жібергенім, и мынау өсіріп жіберген жері. Көрдіңіздер ма? Так. 4407, мына жақта қандай баға? Тура 4407-ден өсірген. 4-кене де видео болған ба? Бүгін 4-ті қарап отыр едік қой. 4407. Все. Көрдіңіздер ма? Міне 4407 и то же самое. Менде кеше сол уровеньді айтқан. 4407, 4406 деген баға. Сол жақтан бүгін алдыда қайтып барған жоқ, осы жаққа дейін ұшты, көрдіңіздер ма? 60-қа дейін. 60 доллар қозғалыс жүріп берді негізінде. Мен ойлап тұрмын, бұл әлі де барады, қай жаққа дейін, мына 79-ға дейін барады. Міне мен әлі де сол жаққа дейін сіз қойғаным бар. Так, енді мен бұлардың бәрін қай жақтан алып жатырмын? Негізінде сіздерге мен кеңесім, просто уровеньдерді дұрыс сызып білсеңіздер, болашақта андай вообще проблема емес, қай жақтан қай жаққа дейін ұстау деген. Енді менің нем бойынша, енді стратегия деп айтайын ба, өзімнің алып қолданып жүрген нәрсем бойынша, мен мысалға жоғары жақтан кіремін да. Так, жоғары жақтан кіріп,
до конца ұстай беремін. Мысалға ол төменге қарай құлап жатса, до конца ұстай беремін. Например, 4 сағат, 5 сағат ұстауым мүмкін. Мысалы, мынандай шортты ұстауым мүмкін. Ал мынандай лонгты то же самое. Астынан кірем, лонгқа кірем деген сияқты ғой. Например, бұл енді дневка бойынша тұр енді. Ұстай беремін жоғары қарай. Өзінде уровень тұрады. Мысалға, м, дневканікі бәрібір сильнее, иә. Мысалға мен қазір уровеньдерімді бір көрсетіп жіберейін. Дневкадан мен қай жерге дейін көркен лонгқа барады. Міне, 79-ға дейін барады дегенім осы. Дневкадағы 79 деген уровень ол алдыңғы өзінің күнгі зеркальный, иә. Тағы қазір мен бұны ашып қарасам, 79-ның алдында тағы бір уровеньдер бар. Так, 79-ның алдында 72 деген зеркальный бар. Мен оны қайдан алдым? 12 сағат бойынша міне екі свечаның ортасы зеркальный деп алдым. Осы мықты свеча болып тұрады. Осыған келеді 79-ға дейін импульспен барып, фитилін тастап қайтадан құлау мүмкін, иә. Неге? Себебі міне, мынау зеркальный деп алдым. 72-ні зеркальный. Ол әрине, так, одан алдыңғы жаңағы свечалардың зеркальный, бірақ мынау үлкен дистрибуцион, дневка бойынша дистрибуцион свечаның ортасының үстіне шығып алған бүгінгі күндіріс па, сол жаққа дейін құлаған жоқ. Мен негізі лонгты до конца күттім. Лонгты қай жақ, шортты қай жаққа дейін барады деген бізде анализ болды. Міне шортты осы жаққа дейін барады. Бұны мен қалай алдым? Дневканың мынау баға кәдімгідей былай құлап бара жатқан кезде уже примерно білдім да, дневканың зеркальныйына дейін барады. Дневкадағы алдыңғы уақыттағы бағаның қай жақта жүргенін қарайсыздар, иә. Міне баға мысалы қазір мына жерде қозғалыс болып жатыр ма? Значит, сіз осы жаққа жақын дистрибуцион свечаны анықтайсыз. Мысалға мен мыналарды көргеннің өзінде, міне осының өзінде жақындатып қарайтын болсақ, мынау свечаның өзінің кешегі дистрибуционный құлаған свечаның ортасына дейін барады. Ортасы қайсы болып тұр? Бұл жерде 72, 75, 79 болып тұр. Қай жаққа дейін бару мүмкін? Міне 72 мен 79-ның арасына дейін өсуі мүмкін деген менде анализ тұр. Бұл енді қалай өседі? Бұл қазір барады, стоптарды алып өсуі мүмкін, иә. Так, осылай уровеньді мен осылай дневка алдында 4 сағатпен алушы едім. Нені акцияны тек қана 4 сағатпен қараймын, дневкамен қараймын, апталықпен бір қараймын, бірақ қазір менің оқып жатқан бойынша мен дневкада осындай, прям мысалға иногда бывает дневкада, например, мына уақыт жоқ деп есептесеңіздер, тек қана мына жақ бар болса, менде мысалға ешқандай не жоқ қой, уровеньдер жоқ. Сондай кезде мен тек жаңағы дневканың ішін ақтарып қараймын да, 4 сағатты, 1 сағатты ақтарып қараймын, уровень сияқтын табамын. Ал дневкада осындай әжептер уровень бар ма? Тек қана в основном дневканың уровеньдерінен аламын, иә. Особенно фитильдері, сосын зеркальный деп аламын. Мына жерде мысалы зеркальный тұр, 46 деген зеркальный. 46-тан да өсіріп жіберді. Негізі бұл жақтан құлату керек еді. Неге? Себебі бұл 46, так, 45 пен 50-дің арасы зеркальный уровень. Мынау үлкен дистрибуцион, сол жақтан өсіп жатыр. Енді бұл бүгін 79-ға дейін бару мүмкін. Енді осы жақта көрейік. Если баға осы 79-ның үстінде, Ғайни ханым, Микрофонды өшірейікші. дыбыңызды өшіресіз ба? Так, иә, міне жоғары қарай кішкене көтерілмесі 79 или жалпы былай примерно алсақ 80 мен, так, мына қай уровень? 70. 80 мен 70-дің аралығы бізде жалпы андай зеркальный уровень, иә. Осы уровеньнің дневка бойынша алып отырмын. Осы уровеньнің үстіне шығып бара жатса, яғни 80-нің үстіне шығып бара жатса, не істейміз? Біз ары қарай лонгты қай жаққа дейін ұстаймыз? Міне 95-ге дейін ұстайсыздар лонгты. 95, 94-ге дейін ұстайсыздар, иә. Оның үстіне шығып бара жатса, қай жаққа дейін ұстайсыздар? Келесі уровень, мына қандай уровень? 4529, осы жаққа дейін ұстайсыздар. Жалпы осылай уровеньнен уровеньге деген осы негізі оп оңай нәрсе. Негізі просто арасында ұшынан, то есть төменнен кірмегеннен кейін енді біреулер енді 1 сағатпен қарайды, мысалға 1 сағатпен қарайды да. Так, мынау 68-ге баға келген кезде кішкене құлау мүмкін, иә. 5 доллар құлап беру мүмкін. Қай жаққа дейін? Міне 64-ге дейін құлап беру мүмкін. Арасында қанша доллар? 4 доллар. Енді 3 доллар таза ұстап алсаңыздар болады. Бірақ енді бұл скальп таза, скальп етесіз да. Ол жерде плюске кіруіңіз де мүмкін, даже кірмеуіңіз де мүмкін. Ол енді жылдамдықтарыңызға байланысты. В основном енді 4 сағаттікі тоже самое. Мысалға 4 сағаттың, так, мына жерде 63-тің зеркальный, енді бұл қазір бұл жерден ешқандай откаты жоқ 4 сағат бойынша. 15 минутпен қарайыншы. Міне 4 сағаттың зеркальныйынан құлаған екен, көрдіңіздер ма бағана? Так, 64-тен 58-ге дейін.
Енді ары барса 8-7 доллар, $5 ғана ұстайсыздар да. Бұндай кезде ше тренд лонговый болып кетіп бара жатқан кезде именно Нью-Йорктың сессиясында. Ал в основном бұл жаңа мен айтып тұрғандай дневканың, если дневкада уровеньдер болса, дневканың уровеньдерімен қарайсыздар. Дневкада уровень болмаса жаңағыдай үлкен таймфреймдердегі уровеньдермен қарай бересіздер ғой. То есть ұзақ ұстаймын десеңіздер, если. Ал если жоқ маған скальп болады десеңіздер, 4 сағат 1 сағат 15 минут үшеуін араластырасыздар. Так, 63 жаңа құлататын жер болды. Бұл не істеді? Кішкене құлатып қайтадан өсіп кетті. Көріп тұрсыздар, міне 5 минутпен көрсетті. Міне так, мына жерде бүйтіп сел деп бүйтіп белгілей салайын. 4 сағаттың селі, иә. Так, 62 емес, 63 міне. Енді осыны 5 минутпен ашып қарайын 63-ті. Так, міне 63-ке келген. Мынаны қайып жақындатамын, міне. Так, фитермен келген. Бұл жерде мынандай ғой, скальп етесіздер. Просто скальп ететін адамдар істейді соны. Міне келген 63-ке келген, құлаған қай жақайдың құлады? 58-ге дейін. Так, оны қайтып білеміз, 58-ге дейін құлайтын. Просто так, 1 сағатпен қарайсыздар қазір. 58, мына жерде бір уровень тұр. 59, 60, жалпы 5 құлайды деп примерно есептей бересіздер ғой. Но в основном енді ұстай алатын адам ұстай береді да, уровеньге дейін. Так, Әшімай, Әшімай. Алло, Әшімай. Енді төмен жаққа құламай ма бұл? Бұл қазір 15 минут жота қайтадан жаңағы 4 сағаттың уровеньнен откат алып жатыр да, бір рет алуы мүмкін, 2 рет алуы мүмкін. Міне көрінсе, бір рет келіп құлады, екінші рет бұзып кетті. Енді бұл кішкене құлап, қайтадан көтеріліп кетуі мүмкін. Неге? Себебі алдындағы 5 минуттың свечаны қараңыз да, алдында құлатқан қызыл свечаны полностью поглощение жасаған. Бұл просто 63 деген жаңа біз 4 сағат бойынша алған сел зона тұр ғой, міне 63-ке реакция берді да. Реакция бұл жерде просто скальп етеді негізі. Ақша істейтін адамдар істеп қалады да. Ал бірақ ұзақ уақыт ақша ұстау үшін жаңа 407-ден ұстау керек еді лонгқа. Так, 79, 75, осы 80 мен 70-дің арасына дейін, осының арасында 75 деп алайықшы, 75-ке дейін өсу мүмкін деген болжам тұр негізі. Так, менше мен 445-тен селға кіріп алғанмын да, түсет деп. Енді түспей ма ол жаққа? Жоқ, 70 өсіп бара тұрғым көрінсе, 75-ке дейін өсу керек негізі. Қараңыз, міне импульспен барып бұзып жатыр 1 минуттың өзінде. Мына сел зонаны барып бұзып кетсе, ары қарай кетіп қалады бұл. Мен кетіп бара тұрмын. Шығып кете берейін ба енді? Шыға салыңыз, иә. Қарасаңыз, тренд лонговый ғой. Тренд лонговый. Нью-Йорктың сессиясында, Нью-Йоркта сізде мысалға шорт бола ма, до конца шортын береді ол. Лонг бола ма, до конца лонгын береді. Жаңағы таңертең бізде құлады ма, то есть таңертең Қазақстан уақытымен құлады ма, міне? Қалай құлады, иә? Так. Бұл жақ емес пе? Мына жақ екен ғой. Так, қазір. Міне мынадан мына жақайдың құлаған көрдіңіздер ма? 408-ге дейін құлады. Енді бұл Нью-Йоркта не істейді? Бұл Нью-Йоркта өседі. Қай жақайдың өседі? Осының зеркальныйына дейін өседі. 8 сағатпен көрсете салайын. Уже жетте қалған, енді кішкене өседі, сосын көреміз енді қалай қай жақайдың. Міне көрдіңіздер ма? Міне так 12 сағатқа қойып қойдым, 12 сағат құлады, полностью құлады. Енді бұл Нью-Йорк өсіреді. Нью-Йорк қай жақайдың өсіреді? Өзінің зеркальныйына дейін өсіреді. Бұл жерде зеркальный қандай баға болып тұр? 72 болып тұр енді негізі. 72-75-тің аралығы болып тұр. 72-ге келген кезде қазір реакциясын көресіздер. Так, 72-ні 4 сағатпен тағы бір көріп алу керек. Сол, короче, Эльмира ханым, если құлап жатса, тек қана мысалға таңертеңнен кешке дейін қозғалыс қарасаңыз, өсіп жатса, значит, Нью-Йорктың уақытында бір құлайтыны бар деп ойлауыңыз керек та, түсініңіз ба? Күн ұзаққа құлады, енді өсет деп тұрмыз ғой, иә? Иә, күн ұзаққа құлады, өсет. Енді қараңыз, мен кешемен негізі именно 4407-ні сызып көрсетіп жібергем. Көрдіңіз ба жаңағыны? Просто мен... Иә, 4407 құлады ба, 4407-ге Просто мен айтқанымда көп адам игнорить ете ма, білмеймін шын, мен неге кірмегендеріңіз. Мен өзім ұйықтап қалдым просто. Сосын ортасынан кірмеймін да, уже мен қай жақайдың баратын білем, бірақ бәріп кірмеймін, кіріп кетпеймін да, потому что мен өйтіп андай емес. Міне көріп тұрсыздар ма, мен екеуін салыстырып көрсетіп қойдым, WhatsApp-қа жібергем. Кеше жоқ, сіздердің уақыттарыңыз бойынша таңғы уақытта жібердім. Бәріне көрініп тұр деп көрді деп ойлаймын, бірақ енді
енді әркім өз анализіне сенеді, конечно, но бірақ көріп тұрсыздар, иә, міне 407-ге келді, міне 407 фитильмен келді да ұшты. 600 пипс дейсіздер ма? 600 пипс қазір 700 пипсқа дейін барады, бұл 70-ге дейін барады. Міне 74, 75 белгілеп қойғам. Осы жаққа дейін барады. Просто Енді қазір мен шығып кетемін, сосын біз лонгқа кіре алмаймыз ғой енді, иә? қазір кірмей ақ қойыңыз оңқа, иә. Енді скальп ету ғана, скальп етемін десеңіз, өзіңіз көресіз ғой, енді скальпті қалай етесіз? 1 сағаттың уровеньдері мен 4 сағаттың уровеньдері арқылы скальпті аласыз. Так, 4 сағат. 4 сағатта мына жерде зеркальный екен. Мына жерде кішкене құлатады екен да, 60, қаншада? 63-тен 62, 58-ге дейін кішкене құлатады, 59-ға дейін. Так, 4 сағат бойынша 59-ға дейін құлатады. Осы жерден закреп алып жоғары қарай кетіп бара жатса, так, қай жерден құлатуы мүмкін? 65-тен құлатты қазір. 65-ті бұзып кетсе, 72-ден кішкене құлатуы мүмкін. 72-ден 65-ге дейін құлатуы мүмкін. Өсіп сол жаққа жеткен кезде көресіздер, сол жақтан кішкене бір $5, $10 шортын ұстап алсаңыздар болады 72-ден. Так, 72, 75-тен де ұстасаңыздар болады. Так, 75-тен шортты көрсеңіздер болады. Негізі 75, менің алып отқан бағам 80 мен 70-дің арасы деп отырмын да, енді соның ортасы 75 болады ғой. Енді 75-тен бір шортты көрсеңіздер болады енді. Так, 1 сағат жабылды ма? Неше сағат? О, 1 сағат жабылып қалыпты ғой, иә. 1 сағат не перехай болып жабылыпты. Енді не перехай болып жабылған. Шортты көрсеңізші, осы жерден шорт жаңағы минусыңызды жауып алайын десеңіз, 58-ге дейін құлауы мүмкін. 4 сағатпен ашып көрейінші. 58 бар, 59 бар. Ары барса 56-ға дейін құлап береді екен. Қазір 56-ға шейін мынау өзім анауымды нормально жауып алайыншы деп едім ғой. 56-ға шейін құласа, сол жерден жаба салайын, оны пайдамды неғып тұрған жоқпын мен ше. Міне 58 тұр. 58-дің астына қарай кетіп бара жатса, сол 56-55-ге дейін ұстайсыз ғой. Астына кетсе, если мына 58-ден. Кетпесе, осы жерден жауып тастасаңыз болады шортыңызды. Осылай скальп етесіз ғой, просто мынандай тренд лонговый болып тұрған кезде мынандай кішкене откаттардан ұстауға болады енді оны. Ол үшін кішкене пысықтық керек та. Так, 31 сағат. Енді долгосрок ұстаймын ғой, в основном ше. Так, жалпы осындай көрдіңіздер, иә, уровеньдерді қалай алдым, қай жақтан алдым, енді сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Қандай сұрақтарыңыз бар? Бүгін қандай ошибка болды сіздерде? Асимай ханым, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Сабағыңыз сақталады ма? Мен басынан қарамап едім. Или сақталмай ма? Иә, сақталады. Сақталып жатыр. Рахмет. Неге ютубқа сақтаймын? Асимай ханым, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Сіз жаңа айтып жатсыз ғой, зеркальный уровеньдерді ше, сіз топсыз жұмыс істейсіз ба? 50%-ін есептеп дегендей. Жоқ, так, мен айтайын қазір. Мысалға, менің 4407 деген бағаны алдым да. Негізі 7 емес, 6-ны алғанбыз ғой негізінде. Сосын бұл жерде бағаны қазір 6 деп сіз қоя салайын. Енді, так, 5 минутпен осы 6-ға барайын. Мен просто түбінен ұстаған кезде мен вообще стопты максимально қоям. $2, ары барса $5 қоям болды. Одан артыққа қоймаймын. Максимально, мысалға мен 4406-дан лонг күттім. Ол не істеді? 4407-ге келді да, уже фитиль тастап 5 минутпен жоғары қарай кетіп баратыр. Уже мен осы жерден, если кіргенде мен кірмей қалдым, үлгере алмай қалдым. Кіргенде мен осы жерден пытырлататын едім да, лонгқа. Стопты міне 407, болмаса 400, так, 401-ге или 403-ке қоятын едім. Ары барса сондайға қоятын едім. Или болмаса бір сенімсіз болып баратсам 400-ге ғана қойып қоятын. Стоп-лосс солай қоям болды. Көп қоймаймын да, минимумнан кіріп, то есть ең түбінен кіремін, ең жоғарыдан кіремін, стоп азғантай болады. Мен осындай ортадағы мынандай манипуляция анау дегенге особо қатты мән бермеуге тырысам. Жұмыс істеймін, тірлік істеп кетемін да. И трендті мен в основном 15 минутпен қарап отырамын. Если 15 минуттың трендті бұзып жата ма, мысалы ана жерде, так, 15 минуттың трендін қазір былай сыза салайын. Так, былайынан сызайын. 15 минуттың трендін мен қарап отырамын. 15 минуттың трендін прям кәдімгідей бұзып жатырмын. Мынау не басылмайды.
15 минуттың интернетін бұзып жатса, мен жауып тастауға тырысамын. Нені сделканы жауып тастап, если сенімді болып жатсам, қайтадан сол жақтан кіріп алатын бар. И в основном мен андай осындай ортасынан кіріп кетемін ғой, сіздер сияқты откатынан, пулбактан кіріп кетемін ғой ішіне. Сондай кезде, короче, андай болады менде. Так, откатынан кірген кезде мен стопты жоғары қарай жылжытып қоямын, буға қойып қоямын сразу. Неге? Потому что ортасынан кірген бәрібір де опасный болады, я барлықтарыңызға опасный болады. Иногда мысалға 15 минутта менде мысалы мынандай қызыл свечалар, осындайлар бір манипуляциялар қатты көбейіп кетсе, мен жарты сағатқа қарап отырамын. Жарты сағатқа қарап отырамын да, жарты сағат мысалға мынандай тренд уже кәдімгі үлкен болып бұзып бара жатыр ма, ойланамын осы жерде. Осы жерден ойланамын да, наверное, мына жерде бір сопротивление ма бірдеңке тұр. Если мына так, мына жерде 58 деген зеркальный тұр, осының 58-дің астына кетіп бара жатса, уже не болады, менде тренд бұзылады. Даже жарты сағаттың тренді бұзылады. Уже осы жерден мен кішкене откатынан жоғары қарай көтерілген кезде сделканың бәрін жауып тастай саламын. Болмаса жартысын жабамын да, жартысын 75-ке дейін ұстап отырамын. Стоп лосс сол үшін менде аз болады. Мен потому что жаңағыдай ғой, астынан кіремін да, в основном сол жақтан кіруге тырысамын. Сосын маркет ашылған кезде мысалға жоғары жақтан кеше құлады, сол жақтан так жоғары жақтан кіруге тырыстық, біз кірдік. Так, мен өзім кеше лонгты күткем, сонымен стоп алып кетті да, бір рет па екі рет стоп алып кетті, содан кейін мен кірмей қойдым. Неге? Потому что менде дисциплина бар. Екі рет стоп, бүгінгі күн мен қайт кірмей маркетке. Ал сіздерде екі рет стоп алсаңыздар, солай өздеріңізге дисциплина қойып қойсаңыздар, бұл енді жақсы нәрсе деп ойлаймын мен өзімше. Біз 2 рет стоп алсақ, 4 рет кіреміз ғой, Асемай. Кек алу үшін ба, қайтарып алу үшін? Иә, маркетті жауымыз ғой, маркет. Иә, вот мен екі рет стоп алдым, қайтып кірген жоқпын. Даже мен басымды ауыртқан да жоқпын. Оған көңіл күйім де түскен жоқ. Қазір не істеп отырмын? Қазір қатеммен жұмыс жасап отырмын. Не үшін мен стоп алдым деген сұраққа жауап беріп отырмын. Мен не үшін стоп алдым? Мен дневканың жабылуына қарадым да, не перело лонгқа кету керек еді ғой деген ой болып қалды. Бірақ мен лонгты да шортты да ұстадым да, кішкене ғана ұстадым. Сосын жауап тастадым ше. Екі рет ұстадым. Екі рет плюс шықтым, әжептәуір плюске шықтым, екі рет стоп алдым. Стопымда қатты минус болған жоқ, но все равно мен екі рет стоп алдым ба, қайтып кірген жоқпын. Неге? Себебі мен уже ары қарай кіріп, мен анау қайта кіріп шығып, андай өзімде көңіл күйімді құртып, жаңағы стопыма нетіп, мысалға мен сіздер мысалға минус $100 болса көңіл күйлеріңіз түседі ғой. Мен мысалға кеше минус $500 болды да, соған кішкене көңіл күйім түсіп қалды. Но бірақ мен $500 минус болғанмен $800 плюсте болдым да. Енді максимум $300 ғана плюсте отырдым. Енді маған минус ол ауыр тиді, сондықтан мен қайтып кірген жоқпын. Так, қазір 1 минутқа тұрыңыздар, қазір. Так, жалпы сондай. Бір рет стоп алдым. Мен не үшін стоп алдым білесіздер ме? Потому что мен көшеде жүрдім. Көшеде жүріп, сделка ашып тастадым. Ол мені ашып күн сода. Анай көріп қалдым да, кіруге болады. Но енді шүкір Алла, все равно бұрынғыдай ақымақтық жоқ, маркеттің артынан қуалап кету жоқ да. Вот поэтому мен қазір не жасап жатырмын, анализ жасап қарап отырмын. Так, енді сұрақтарыңыз бар ма? Қандай бір не болып жатыр, сұрақ болып жатыр? Қойсаңыздар болады.
Асимай ханым, сіз айттыңыз ғой бағана 4 сағаттың несімен откат алып жатыр деп скальп кеткенге соны 1 сағатпен көремін дедіңіз ғой байланыстырып. Иә. Соны түсіндіріп жібересіз бе? Қазір 4 сағат пен 1 сағаттың уровеньдерін алатын болсам, екеуі бірдей уровень. Бірдей уровень, просто какой-то бір цент, бірдеңке разница болады. Мысалы, 1 сағатта міне мына жерден шартовый бір құлайтын жер деп алдым мынаны, мына жерде так зеркальный деп алдым. Көрдіңіздер, неше рет құлатқан? Так, мына жерді менде андай магнит істемей қалыпты. Міне 64 пен 63 көрдіңіздер ма? бір сағатпен алдым. Енді осыны 4 сағатпен қараймын. Көрініп тұр ма? 4 сағатпен де тұр міне. Екі бірдей бағаны құлатып жіберген. Енді мына жерде де бір 59-да да бір құлату керек еді, бірақ 59-да так 59 міне 59-да құлатқан көрдіңіздер ма? 58-ге жетпей құлатқан екен. Міне скальп етесіздер осы жерде 58-ге құлады, қай жаққа дейін 47-ге дейін құлады, $10 құлаған екен, нормально. Осы жақтан келді да екінші үшінші рет бұзып кетті. Импульспен бізді осылай прям аккумуляционно келеді, кейін именно уровеньді мынандай импульспен бұзады. Осы жер уже зеркальный болып қалды, 5 минутта көрдіңіздер ма? Енді бұл бұның астын былайына импульспен бұзып кетсе, бұзады астыға қарай кетеді, мына жерге дейін 54-ге дейін. А если бұзалмаса, наоборот, жоғары қарай импульспен жоғарыдағы уровеньді бұзып кетеді. Так, міне скальп етесіз мына жерден 10 минут. Так, 4 сағат тағы кіресіз, қай жаққа келеді тағы? Так, мына жерді көрейік, мына жерден бір шартовый бірдеңке тұрған екен, иә, 48 деген. 48-ді қазір 1 сағатпен қараймын. 48 1 сағатта, так, 48 тұр. 51, мынау бәрі андай уровеньдер. бір сағатта жаман көп та уровень, так, сол үшін 4 сағаттікі нормально сияқты. Жоқ, 4 сағаттан алады екен. Неге? Потому что мына жерде именно 48, 44 деген бағалар алдында байқаған жарсыздар, кішкене андай лимиттердің тұрған жерлері да. Міне қараңыздар, мынау 48-ді мен 4 сағатпен алдым. Енді 5 минутпен ашып қарайын. 48, так, бір рет келген 49-дан кеп бір құлатқан екен, иә, так, қаншаға дейін? 46-ға дейін. $3 құлатқан. Но екінші рет келген тағы 50-ден тағы бір фитильмен құлатқан, как будто бір шортқа подтверждение берген сияқты. Но негізі уровеньді мен қазір примерно мынау магнит істемейді, менде магнит істемеген соң өтірік алып жатырмын да. Нормально, так, 50-де уровень тұр екен, иә, так, 50-де. Міне мынау 52 деген уровень тұр, міне қараңыздар, 52-ні сыздым. 52-ні қазір 1 сағатпен бір қарап аламын, 52-ні 1 сағатқа қарадым. Аха, міне көрдіңіздер ма? Қандай не тұр, уровеньдер тұр, қандай уровеньдер тұр, зеркальный болып тұр. Енді 5 минутқа қараймын, 52-ге келді, баға 52-ден сәл асты, $1 қайтып құлады. 52-ге жетпей тағы құлады. Одан кейін тағы бір рет келіп өспекші болды, қайтып құлады. 3 рет 4 рет құлады, кейінгісінде не істеді? Кейінгісінде прям импульспен бұзып кетті. Міне осы жерде скальп етесіздер. Мынаның бәрі скальпке болады. Бұның бәрі уровеньдер. Каждый, в основном 4 сағаттың уровеньдері. 4 сағаттың уровеньдерін аласыздар да, именно осындай тренд лонговый болып жатқан кезде 4 сағаттың уровень сізге $5, $10 жүз жасап береді. А если долгосрокқа істейін десеңіз, жаңағыдай үлкен таймфреймдермен уровеньдер ала бересіздер. Қаншақты үлкен аласыздар, соншалықты жүреді. Так, жалпы осы. Міне мына кешегі сыз қойғанмен кіріп үлгерген адамдар болса, мен қуанатын едім, бірақ кірмеген, көбісі кірмеген сияқты, мына жерден. Жоқ, біз кірген жоқпыз. Байқамай қалған шығарсыздар, мен ерте жүріп. Білмеймін соны. Байқамай қалдық па, түсінбедік па, әйтеуір. Түсінбеген шығарсыздар, аха. Енді мен де андай рисование сияқты қылып сызып жібере салғанмын ма? Но все равно 407 деген уровеньді жазып жібергенім бар өтінен группада ше. Так. Соның астына кетіп жатса 4388-ге дейін құлайды дедім, бірақ ол жаққа дейін құлаған жоқ, осы жақтан поддержка алып кетті 4400-ден. Потому что 4400-де енді круглая цена, баға бәрібір лонға қарап тұр, өсіп жатыр, глобальный қазір алтынның өсуі болып жатыр. Сондықтан аса қатты шортқа былай қатты не жоқ та, тығығы жоқ. Но енді кеше түнде болды, енді сіздердің уақыттарыңызбен, кеше таңда сіздердің уақыттарыңызбен таңғы уақытта енді шортқа жақсы қозғалғаны бар екен. Менде қазір зум сабақ уақыты бітіп жатыр. Так.